Сәлем достар, егер де сіздер Binance'та парольдеріңізді ұмытып қалған болсаңыздар, онда парольді восстановить етуге болады. Ол үшін қай электронды почтамен кіргеніңізді есіңізде сақтап қалуыңыз керек. Binance'та мысалға электронды почтаның паролі болады, и Binance'тың өзіне жеке пароль қоясыздар. Получается, сол электронды почтаның паролімен кіріп кете алмайсыздар. Электронный почтаны жазасыздар, и сосын өзіңіз баста қойған бір парольді жазуыңыз керек та. Егер де ұмытып қалған болсаңыздар, онда забыли пароль дегенді басамыз. Вот, продолжить дегенді басамыз. Мына жерге өздеріңіздің электронный почталарыңызды жазасыздар. Далее дейсіздер. Автобус таңдаймыз мына жерде. Верификациядан өттіңіздер. Енді мына жерге электронный почтаға получить код дегенді басасыздар. Егер де Binance'та бірінші ашқан электронный почтаңыздың бір рет верификациядан өтіп қойған болсаңыз, екінші рет басқа электронный почтамен никак кіре алмайсыздар. Қай электронный почтамен кірдіңіздер, соны өмір бақи естеріңізде сақтап қалыңыздар. Өйткені сол электронный почталарыңыздың паролін взломать етіп болса да, сол электронный почта арқылы кіресіздер. Неге? Өйткені сол электронный почтамен верификациядан өткенсіздер. Ал электронный почта болмаса, онда Binance'тың паролін взломать ете алмайсыздар. Енді получить код дегенді басамыз. Сол почтаға код кетеді. Мына жерге Binance'тан код келді. 145-988. 145-988. Далее басамыз. Успешно деді. Енді новый пароль. Парольге өзіміз қайтадан пароль қойып аламыз. Далее дегенді басамыз. Мына жерге жаңағы өзіміз новый қойған паролімізді жазып кіреміз. Окей дегенді басамыз. Осылай өздеріңіз Pro версиясына кіре берсеңіздер болады. Достар, егер де сіздерге осы видео пайдалы болған болса, онда трейдинг туралы қазақ тілді арналарының дамуына үлесіңізді қосып, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.